Апырай, Джо келгенде не болар екен? Ол маған не істер екен? Қора бұйымды қайтер екен? Менің жалғыз баспанам осы. Ғарыш кемесін болса сатып жібердім. Әй, ғарыш құрылғысы мен компьютерімнің қалғанына шүкір. Алаң болмаңыз, басеке. Бәрі сіздің қамыңыз үшін ғой, басеке. Сіз қатты қайғырып, не ұйықтамасаңыз, не тамақ ішпесеңіз қалай уайымдамаймын. Тіпті жуынға да жақсы қой. Мен күйзеліп жүрсем, мені сонша мазақ қылғаның не? Қойыңыз, күйзелетін несі бар? Бұл оп-оңай шешілетін мәселе. Сонда қалай? Батыл балағайды жеңуіміз керек. Сонда очоботты қайтарып какао қуатына ие боламыз. Мына ешкі бөлмеме қашан кіріп алған өзі? Сіздің қалыңызды сұрамақ боп менімен келген мырза. Алаң болмаңыз, ешкі мырза, бәрі жақсы болады. Қалай алаңдамай о... Қайырлы таң, балалар! Жақсы, шәкірттерімнің барлығы дайын бекен! Нені айтып тұрсыз? Әділдік тақырыбынан жұмбақ шешуге дайынсыңдар ма деп сұрайын деп тұрмын. Әділдіктің оқыты жүрсі, қане, дайынсыңдар ма? Тағы да жұмбақ па? Не, бұл өзі математика сабағы ма, әлде жұмбақ жарысы ма? Білмеймін. Оған басымды қатырып, әй, балалар, бастарыңды қатырғыларың келмей ме? Жақсы, кім-де-кім, жұмбағымды шешетін болса, тамаша сыйлыққа ие болады. Жақсы, сонымен бірінші сұрағым, оң қолымда жасырылған қандай зат екенін кім айтады? Мен білем, грейпфрут. Онима? Жер жаңғақ па? Айтқандарыңның бәрі дұрыс емес. Өшіргіш пе? Тағы да дұрыс емес. Қорқып кетті ғой сен. Расында да. Сен не деді? Егер жұдырығымның ішінде бәл болатын болса, ол тұншығып қалмайды ма? Мені соншалықты қатыгез деп ойлайсың ба сен? Алайда мырза, біл алақаныңыз... Жарайды, мақұл, бұл соңғы мүмкіндіктерің. Сендердің келешектеріңді де осы нәрсе шешетін болады, шәкірттерім емес. Дәретханаға барып келсем бола ма, мырза? Жауап беріп әділдік орнатама десем, бара қойшы, шәкіртім. Дәретханаға баруға рұқсат беріңізші. Тамаша, міне нағыз үлгілі шәкір. Ол тіпті кетерінде де қолға алыспақша. Бәрекелді шәкіртім, бәрекелді. Наға барғым кеп тұр. Рұқсат бергеніңізге рахмет. Шынында да сіздің қолыңызда ештеңе жоқ екен. Сіз сонда да бізден жоқ. Күнге қарағанда, емтихан там бүгін болады. Бүгін! Сабақ аяқталған соң тапсын. Батыл балақаймен оның достарының неден қорқатынын білдім. Оны мен де білемін. Сонда бастық мырза да біле ме? Олар менен қорқады. Не деген ақыл дедіңіз мырза? Ақылдысы несі? Мен зұлыммын. Онда тұрған не бар? Ақылды әрі зұлым.
аталады. Қызық екен. Сонда алған білімдерін тексере ме? Иә, мырза, сол тіпті жазаланатын көрінеді. Бұл емтихан дегенің бізге одақтас сияқты ғой. Емтихандар қашан басталады екен? Басталғалы жатыр, бастық мырза. Жақсы болды. Сақ. Емтихан басталады. Қанша тырыссам да мұның бәрі жаттап алу мүмкін емес. Осының бәріне ұстаз кінәлі. Емтиханның бүгін болатынын аяқ астынан хабарлады. Оған қалай дайындалып үлгереміз? Несіне сонша дүрлігіп жүрсіңдер? Уайымдамаңдар, сабыр сақтаңдар. Иә, нашар баға алсаң көрер едім уайымдамағаныңды. Нашар баға? Мен емтиханнан нашар баға алған емеспін. Емтиханнан сыныптағы үздік баға алған үшінші оқушы мен болам. Үшінші ме? Неге бірінші? Болмаса екінші болмасқа. Ақылыңнан адасқансың ба? Бірінші және екінші орын тек еңменхананікі. Адамзат пайда болғалы бері еңменхана бірінші орын үшін таласып келеді. Оларлық жағдай. Мәссаған, бұл керемет қой. Демек бәрі ойдағыдай ғой. Жоқ, олай емес. Аналарға қара. Неге қарай бересің? Өз кітабыңды оқы. Қарашы бұны. Онсыз да өзімдікін оқып отырмын. Оқушыларға сыныпқа қарай тартыңдар. Емтихан басталады. Емтиханнан құлайтын болдық, батыл балақай. Балды мырза, қайта жазып шықсам бола ма? Солай болғаны дұрыс. Қайырлы таң. Мынау кімнің баласы тағы? Мен Білесіңдер. Ей, бұлай алдауға қалай дәтің барады? Бұл расында адуду ғой. Сізге не болған мырза? Оны бәріміз де білеміз ғой. Бетперде киіп алсақ болды, бізді ешкім танымайды деп ойладыңдар ма? енді қайттық апа. Сенің қолыңнан келеді балам. Апаң үйге бара берсін. Бұл өзі үшін сазайын тартады. Ай. Жоқ. Кім шетелге менің жаңа оқушыма тиісуге рұқсат берді? Қайдағы жаңа оқушы олай болуы мүмкін емес. Я, мейлің ол адуду болсын, ол зұлым болсын. Ұсқынсыз болса да оқуға құштар. Сондықтан адуду автоматты түрде менің оқушым болады. Дұрыс айтасыз, мырза, дұрыс. Мені мұқият тыңдап ал енді. Әділдік білім алуға ешқашан да кедергі болған емес. Бұл жолы оңай құтылып кеттің, Аду. Тап біздің сыныбымызға келгенің қалай? Бұл жолы не ойластырғаның бар? Менің оқығым келеді. Қалай? Сол үшін де кінәлайсыңдар ма мені? Жарайды. Қане, дайынсыңдар ма? Біз дайынбыз. Солай шығар. Емтиханды бастаймыз. Кірісіңдер. Қане оқушыларым. Бастаңдар. Алға. Жылдам. Кім тезірек аяқтаса, сол ертерек қайтады. Мен ертерек қайтамын. Құрылғы, 1 минуттан соң бастай бер. Мақұл бастық мырза, 1 минуттан соң бастаймын. Келбетті папа мырза автобус жүргізушісі. Жаңбырлы күні ертеңгісін 41 жолаушымен А бекетіне тоқтайды. Жақсы, 41 алу 5 қосу 7 тең 43. Бұл оңай екен. 43 алу 11 алу 11. Автобус жүргізушісінің жасын сұраған несі? Үшінші сұрақ қиындау екен. Бұл сұрақ бойынша автобус жүргізушісі папа мырза екен, демек ол біздің ұстазға. Енді түсіндім. Кешіріңіз. Иә, Сіздің жасыңыз нешеде, папа мырза? менің жасым. Құпия. Айтыңызшы енді ұстаз. Ең болмаса маған айтыңызшы. Оған айта көрмеңіз, папа мырза. Одан да
жаста емес қой. Қызғылт түсті ұнатуы мүмкін емес. Әбден мүмкін. Сосын қонжықтың маңдайында бір байлам орамалы болу керек. Қарақшы секілді бір көзді, және динозаврдікіндей өткір тістері болу керек. Ондай қонжық бола ма екен? Болмағанда ше. Алып қоңыр Кризи Айуа. Ол нағыз ер жүрек балаларға арналып жасалған. Мақұл мырза, сізге сондай айуа береміз. Ендеше тыңдаңдар, менің шын жасым 37-ден 8 ай, 18 күн асты. Мінекей. 37-де екенсіз ғой. Бұған мен емес тіпті желде аңқық сияқты. Ол не қылған жел тағы? Жарайсың құрылғы. Бәлкім аздаған үзіліс берерсіз, қатты жел соғып кетті. Қайдағы үзіліс? Сендер телешоуға емес, математикадан емтихан тапсыруға келдіңдер. Емтихан сұрақтарына түгел жауап берген соң ғана босайсыңдар. Не тапсырасыңдар, не түгел құлайсыңдар. Барлықтарың